Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 7-ші сабақ. Алдымен балалар біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы О әрпінің жазылуы. Бүгінгі сабақта О әрпі бар сөздерді сауатты жазуға үйренеміз. Мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырамыз және оларға жауап береміз. Балалар, 25-ші жаттығуды орындайық. Әңгімені түсініп оқы дейді. Рауан Абайдың білімдіден шыққан сөз деп басталатын өлеңін оқып отыр. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, нұрын сырын білуге көкірегінде болсын көз дейді. Өлең шумағының бірінші, екінші тармақтары түсінікті. Нұрын сырын деген сөздердің беретін мағынасын да шамалаймын. Ал соңғы тармақтағы көкірегінде болсын көз түсініксіз. Көз кәдімгі екі көз, онымен көреміз. Ал көкіректегі көз қайдан келген дейді, иә? Енді тапсырмаларды орындайық. Әңгіме мазмұны бойынша сұрақтарды толықтырып жауап беріп көр дейді. Бірінші сұрақ: кім өлең оқып отыр дейді, иә? Жауабы: Рауан өлең оқып отыр. Екінші сұрақ: шумақтың қай тармақтары түсінікті дейді. Жауабы: шумақтың бірінші, екінші тармақтары түсінікті. Әрі қарай өзіміз сұрақ және жауап құрастырамыз. Үшінші: қай сөздердің мағынасын шамалаймын? Жауабы: нұрын, сырын деген сөздердің беретін мағынасын шамалаймын. Төртінші: өлеңнің қай жолдары түсініксіз? Жауабы: көкірегінде болсын көз деген жолдары түсініксіз. Тапсырма: көкірегінде болсын көз дегенді сен қалай түсінесің дейді, иә? Мысалы, жазып көрейік балалар, өздеріңізде ойланыңыздар. Көкірегінде болсын көз, яғни көкірек көзі дегеніміз адамның ішкі түйсігі, ішкі түсінігі. Сыртқы дүниелердің сырын дұрыс түсіну үшін ішкі түйсігіміз болу керек деп жазамыз. Немесе өз нұсқаларыңызда жазсаңыздар болады. Келесі тапсырма: мәтіннен У дыбысы бар сөздерді тап, сол сөздерге төмендегі үлгі бойынша талдау жаса дейді, иә? Балалар, төменге назар аударыңыздар. Бізде дәлелдеу үлгісі берілген. Енді осы бойынша талдау жасап көрейік. Бізде мәтінде рауан, білуге және шумағының деген үш сөзде У дыбысы келіп тұр, иә? Бірінші, рауан, бұл дауыссыз У дыбысы, себебі дауысты А дыбысынан кейін келіп тұр дейміз. Екінші, білуге деген сөздегі бұл дауысты У дыбысы болып келеді, себебі дауыссыз Л дыбысынан кейін келіп тұр, иә? Келесі, шумағының деген сөздегі У дыбысы бұл жерде дауысты болып келеді, себебі дауыссыз Ш дыбысынан кейін келіп тұр. 26-шы жаттығу: өлеңді көшіріп жаз, қарамен жазылған сөздердің астын сыз дейді, иә? Балалар, берілген өлеңді дәптерлеріңізге әдемілеп көшіріп, бұл жерде берілген тоқуменен, шоқуменен және оқуменен деген сөздердің астын сызып қойыңыздар. Өлеңді оқимыз. Сыйса көйлек үстінде тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған, өнер, білім бәрі де оқуменен табылған дейді. Енді жауаптардың сұрақтарын тауып айт дейді, иә? Бізде бұл жерде жауап берілген, біз оның сұрағын қоямыз, иә? Қараңыздар, бірінші сұрағымыз: өлеңнің авторы кім деп жазамыз. Өлеңнің авторы Ыбырай Алтынсарин. Екінші сұрағымыз: өлеңде не туралы айтылған? Өлеңде киім тоқумен, сауысқанның тамағы шоқумен, өнер, білім оқумен табылатыны туралы айтылған дейді. Келесі тапсырма: өлеңдегі оқу, тоқу, шоқу сөздерін оқы, тоқы, шоқы сөздермен салыстыр дейді. Қандай өзгеріс байқадың дейді. Қараңыздар балалар, оқы, тоқы, шоқы сөздеріне У дыбысы жалғанғанда Ы дыбысы түсіп қалады, иә? Осылай жазып қойыңыздар. Бізде келесі тапсырма: 27-ші жаттығу: сөздерге У әрпін қосып, оқы және сол сөздерді қатыстырып сөйлемдер құрап жаз дейді. Бұл жерде бізде сөздер берілген, енді осы сөздерге тағы да У әрпін қосайық. Иә? Су деген сөзге У әрпін қоссақ, су болады, иә? Бу, қуу, жау және сау. Енді осыларға біз сөйлемдер құрап жазамыз. Бірінші сөйлем: тамақты қатты ыстық күйінде жеуге болмайды, ол суы керек. Екінші: белдікті жақсылап буу керек. Үшінші: ойын ережесі бойынша жігіт қызды қуу керек. Төртінші: ауа тазару үшін жаңбыр жауу керек.
Келесі тапсырма балалар, бізде шығармашылық үзіліс 28-ші жаттығу. Сызық бағытымен екі әріп тастай отырып, мақал құрастырып көр дейді, және оны дәптерге жаз дейді. Құрастырған мақалыңның қандай мағына беретіні туралы өз ойыңды парталасыңмен бөліс дейді. Қараңыздар балалар, екі әріп тастай отырып, мақал құрастырып көрейік. Бұл жерде бізде қандай сөз шықты? Оқусыз білім жоқ деген сөз шықты, Осы мақалды дәптерлеріңізге көшіріп алыңыздар. Енді оның мағынасын түсіндіріп көрейік. Жоғарыдағы өлеңде келтірілгендей, білім оқумен келеді. Жас күніңнен оқуға құмар болсаң, өскенде білімді азамат болып шығасың. Немесе балалар өз нұсқаларыңызды жазуға болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.